Сәлем достар, есінеу қандай аурудың белгісі болуы мүмкін? Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Есінеу ағзаның пайдалы рефлексі. Демалып, миды тынықтыру қажеттігінен хабар береді. Алайда есінеу ағзаның ауруға шалдыққаннан да хабар беруі мүмкін. Мәселен, созылмалы шаршау. Созылмалы шаршау кезінде бір рет 8 сағат ұйықтау арқылы есінеуден құтылу мүмкін. Бұл физиологиялық құбылыс адам бойынша бірнеше ай немесе бірнеше жыл жүруі мүмкін. Күйзеліс. Күйзеліс жүрек ауруына шалдықтырады. Үздіксіз күйзеліс жүйке жүйесімен жүректі ауру қылып, есінеуден көз аштырмауы мүмкін. Склероз. Адам склерозға шалдыққанда есіне беруі мүмкін. Сондай-ақ көру қабілеті төмендеп, қол-аяғы тартылуы мүмкін. Бауыр жұмысының бұзылуы. Бауыр ауыратын адамдар ылғи есінейді. Бұл гормондық өзгерістермен және қатты шаршаумен де байланысты. Инсульт. Инсульт алған адам да жиі есінейді. Бұл ми мен дене температурасын реттеумен байланысты. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.